Сәлеметсіздер ме балалар? Біздің бөлім бірінші бөлім. Менің отаным Қазақстан. Бүгінгі сабақтың тақырыбы менің ауылым. Сабақ мақсаты. Бүгінгі сабақта біз жаңа сөздер үйренеміз. Заттың алыста немесе жақында екенін ажыратамыз. Және заттардың немесе адамның қайда тұрғанын түсіндіруді үйренеміз. Бүгінгі жаңа сөздер. Менен кейін қайтала. Әне, анау, міне, мынау. Әне, анау, міне, мынау. Және тану. Жақсы, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып, жаттап ал. Міне тағы да жаңа сөздерді қайталайық. Егер де біз айтып тұрған нәрсе жақын жерде орналасқан болса, онда біз міне және мынау деген сөздерді қолданамыз. Мысалы, міне менің үйім. Мынау менің ауылым. Ал біз айтып тұрған зат алыс жақта орналасқан болса, онда біз былай айтамыз. Әне менің үйім. Және анау менің ауылым. Яғни біз мұнда әне және анау деген сөздерді қолданамыз. Жақсы, келесі. Есте сақтайық. Бүгінгі ереже. Біз бүгін тәуелдік жалғаулар жайлы өтеміз. Тәуелдік жалғау. Тәуелдік жалғаудың бірінші жағы м жалғауы. Мысалы, менің ауылым, менің үйім, менің бақшам, менің інім. Тәуелдік жалғаудың екінші жағы ң жалғауы. Сенің ауылың, сенің үйің, сенің бақшаң, сенің інің. Тәуелдік жалғаудың екінші жағының сыпайы формасы. Ңыз, ыңыз, іңіз. Мысалы, сіздің ауылыңыз, сіздің үйіңіз, сіздің бақшаңыз, сіздің ініңіз. Және тәуелдік жалғаудың үшінші жағы. Оның, мысалы, оның ауылы, оның үйі, оның бақшасы, оның інісі. Яғни мұнда с жалғаулары жалғанады. Және тағы назар аударатын нәрсе, егер сөз соңындағы дыбыс п әріпі болатын болса, п дыбысы болса, ол б дыбысына өзгереді. Мысалы, менің кітабым. Сол секілді сөз соңында к дыбысы келсе, онда ол г дыбысына өзгереді. Менің дөңгелегім, сенің дөңгелегің. Және де сөз соңында қ дыбысы келсе, онда ол ғ дыбысына өзгереді. Мысалы, оның қонағы. Жақсы, енді ережелерге сай тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма, сөздерге қажетті қосымшаны жалғап жаз. Яғни біз мұнда тәуелдік жалғаулар жалғап жазуымыз керек. Мысалы, бірінші сөз бірінші жақта менің елім, екінші жақта сенің елің. Мысалы, ұлт сөзі үшінші жақта оның ұлты. Қала сөзі екінші жақта сенің қалаң. Жақсы, ары қарай өзің орында. Келесі тапсырма. Бұл тапсырмада үлгі бойынша орындап дәптерге жазу қажет. Үлгі, мысалы, менің ағам бар. Ал сенің ағаң бар ма? Яғни бірінші сөйлем менің ағам бар деп тұр. Біз бұған сұрақ қоямыз. Ал сенің ағаң бар ма? Және екіншісін көрейік. Менің үйім жақын. Ал сенің үйің жақын ба? Дәл осылай ары қарай орындаймыз. Келесі. Үшінші тапсырма, суретке қара. Керекті сөздерді пайдаланып, ауыл туралы айтып бер. Ауызша тапсырма. Мұндағы керек сөздер
қасында, сыртында, ішінде, айналасында, астында, үстінде, оң жағында, сол жағында, анау, мынау. Осы сөздерді пайдаланып, ауыл жайында айтып бер. Өте жақсы. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта біз жаңа сөздермен таныстық. Әне, анау, міне, мынау сөздерінің қай жерде қолданатынын білдік. Сонымен қоса тәуелдік жалғауларды үйрендік. Тәуелдік жалғауларды сөздерге жалғап үйрендік. Сонымен сабақ аяқталды балалар. Сау болыңдар.